видео сабағымызда эффект паузы немесе стоп кадр деп айтуға болады оны. Соны қолданамыз. Бізде таймлайнда видео тұрсыздар. Енді сол видеоға эффект паузы қолданамыз. Мысалы керек моментті табыламыз. Мысалы лезвие синистый болсаңыз да, мына видеоның екінші жасын арырақ қоямыз. Енді бізге керек, мына видеодан кейін бізге стоп кадр суреттің өзі керек болады. Ол үшін біз ешқандай оң жақ батырмыз. Mesela прямо хол секвенс жасаймыз. Тұрғандай видеомыз басталады. Әрі жалғасын сіздерге үлкен экран көрсетейін. Міне осылай өзгереді. Және бізге ортасына бөлінген мына үзіндіні, мына екі үзіндіні солып үлкейтіп кішірейтуге болады. Мысалға былай сөзі былай қысқартып осылай істеуге болады. Және ескерту, видеомызды қиып қолданатын кезде астында аудио дорожка, аудио жолыңыз болмау керек. Өйткені ыңғайсыз тудыру. Немесе сіз әр бит сайын мысалға кадрға қойып отырсыз, өлеңнің битіне деген болады. Ал енді осы видео сабағымызды көріңіздер.